Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Роналду айналасындағы қауесеттерге жауап берді. Месси Барселонаға қайта оралуы мүмкін. Бернардо Силва Реал Мадридке ауысуы мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі видеода. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Барселона президенті Жоан Лапорте Мессиді қайтарғысы келетінін хабарлады. Оның ойынша, Месси бар мансабын Барселона сапында өткізді. Енді Барселона сапында аяқтауы керек. Меніңше, Мессидің Барселонадағы мансабы біз ойлағандай аяқталмады. Бұл үшін мен өзімді кінәлі санаймын. Бірақ бұл уақытша. Біз өз қалағанымызға қол жеткіземіз. Біз Мессидің алдында қарыздармыз. Сондықтан мен Мессидің Барселонаға қайта оралып, мансабын осында аяқтағанын қалаймын, деді Лапорте Марка басылымына берген сұхбатында. Манчестер Сити вингері Бернардо Силва Реал Мадрид немесе Барселонаға ауысуы мүмкін. L'Equipe басылымының хабарлауынша, ойыншының агенті португалдыққа жаңа клуб іздестіруде. Агент Силваны Барселона мен Реал Мадридқа ұсынды. Манчестер Сити Бернардоды 100 миллион еуроға сатуға дайын. Бұған дейін Барселонаның португалдық үшін тек 60 миллион төлеуге дайын екендігі хабарланған болатын. Ал Барселона бас бапкері Хави болса, Бернардоды сатып алғысы келеді. Бернардо Силваның Ман Ситимен қазіргі келісімшарты 2025 жылға дейін жарамды. Мадридтік Атлетико өз қорғаушысы Сауль Нигесті туриндік Ювентуске ұсынды. Мұнда Депортиво басылымының хабарлауынша, Сауль жарақат алып ұзақ уақытқа емделуге кеткен Поль Погбаның орнында ойнайды. Айта кетейік, Сауль лондондық Челсимен жалға алу мерзімі аяқталғанына байланысты Мадридке қайта оралған болатын. Испандықтың Атлетикомен келісімшарты 2026 жылға дейін жарамды. Челсиде испандықты сатып алу құқығы болған. Лондондықтар бұл мүмкіндікті қолданбады. Трансфер маркет порталы жартылай қорғаушыны 35 миллион еуроға бағалап отыр. Барселона голландиялық шабуылшы Мемфис Депайды Ювентуске ұсынып отыр. Депай клубқа жақында ғана келгеніне қарамастан сатылатын ойыншылар қатарына қосылды. Бір жағынан Барселона Депайды сатып, өзінің қаржылық жағдайын жақсартқысы келеді. Бірақ екінші жағынан Левандовскиге орын босату керек. Қазір Барселона қаржылық қорды азайтпаса, жаңа ойыншыларды тіркей алмайды. Ювентус Депайды сатып алуға қарсы емес. Айта кетейік, Мемфис Депай Барселонаға еркін агент ретінде 2021 жылы қосылған болатын. Роналду өз инстаграмында айналасындағы қауесеттерге жауап берді. Сіздердің мен жайлы айтпайтын күндеріңіз жоқ. Әйтпесе баспасөз қызметі ақша таба алмайды. Егер өтірік айтпасаңыздар, халықтың назарын аудара алмайсыздар. Бірақ солай жалғастыра беріңіздер, бір күні соның бірі шындыққа айналады, деді Роналду өз инстаграм парақшасында. Футбол Лондон басылымының хабарлауынша, Барселона жартылай қорғаушысы Габи мансабын лондондық Челсиде жалғастыруы мүмкін. Көктер каталондықтардың 17 жастағы жұлдызын 86 миллион фунт стерлингке сатып алуға дайын. Дәл осы 86 миллион Габидің кету сомасы. Атлетико Мадридтің жартылай қорғаушысы Яни Карасконы Манчестер Юнайтед сатып алғысы келеді. Қызыл сойқандардың бас бапкері Эрик Тен Хаг команданың қапталдағы шабуылын күшейте алатын ойыншы іздеуде. Эмю сатып алғысы келген Антони үшін Аякс 100 миллион еуро сұрағаннан кейін қызылдар басқа ойыншы іздей бастады. Басты нұсқалардың бірі Караско. Карасконың Атлетикадан кету сомасы 60 миллион еуро. Бұндай ақшаны манкуниандықтар төлеуге дайын. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.